Қайырлы күн, құрметті мектеп ұжымы, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі таңда елімізге төніп тұрған қауіпті індеттен өзіңізді және жақындарыңызды қорғау үшін мына қарапайым ковид ережесін есте сақтаңыздар. Қолдарыңызды жиі жуып, ондай мүмкіндік болмаса антисептикпен өңдеңіздер. Бетперде тағып жүруді ұмытпаңыздар. Кір қолыңызбен бетіңізді, көз, мұрныңызды ұстамауға тырысыңыздар. Ара қашықтықты сақтап жүріңіздер. Қол ұсынып амандаспаңыздар. Үйден себепсіз шықпауға тырысыңыздар. Адамдар шоғырланған жерге бармаңыздар. Дәруменге бай тағамдарды қолданып, ет, жұмыртқа өнімдерін толық дайын болғанша қайнатуды әдетке айналдырыңыздар. Үрейге жол алдырмай, сабыр сақтап, жақсы ойда болыңыздар. Қазіргі індетке байланысты біздің мектепте көптеген ауқымды сақтық шаралары өтілуде. Бастауыш кезекші сыныпта білім алып жатқандықтан, біз алдын ала сынып бөлмелеріндегі үстел орындықтардың ара қашықтығын сақтай отырып орналастырдық. Арнайы антисептикалық жабдықтармен қамтамасыз етілді. Сынып бөлмелерінде, дәлізде тұрған сақтық шаралар белгілері бойынша оқушыларға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Әрбір сыныптарда коронавирусты алдын алу мақсатында тәрбие сағаттары өткізілді. Барлық сынып үзіліске бір уақытта шықпайды. Әр сыныпқа ұсынылған арнайы кесте бойынша үзіліске кезекпен шығып отырады. Біз үнемі сақтық шараларын қолданудамыз. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде демекші, індетке жұмыла қарсы тұрайық. Індеттен қорғану үшін қажетті сақтық шараларын сақтайық. Құрметті ата-аналар, біз қазіргі уақытта балаларымыздың қашықтықтан оқып жатқанына байланысты ата-ана ретінде сіздерге сақтық шараларын ескертемін. Біріншіден, тазалық сақтаңыз. Балалардың бөлмесін күніне 2 уақыт желдету, балаларыңызға гигиена ережелерін үйретіңіз. Қолды сабынмен тазалап, кемінде 20 секунд ысқылап жуу, дезинфекция құралдарын пайдалану. Дезинфекция құралдарын пайдаланғаннан кейін көзді, бетті ұстамау керектігін айтыңыз. Бет пердені 2 сағат сайын ауыстыру, балаларыңыздың денсаулығын қадағалаңыз. Егер балаңыздың ыстығы көтерілсе, жөтел пайда болса, дәрігерге көрсетіңіз. Шыдамды болып түсінікпен қараңыз. Елімізде болып жатқан жағдай бәрімізге мәлім. Осындай пандемия кезінде біз сақтық шараларын сақтап, осы пандемиямен күресудің жолдарын қарастыруымыз керек. Біздің отбасымыз әрдайым сақтық шараларын сақтап жүреді. Мысалы, сыртқа шықсақ та, дүкенге барсақ та, немесе басқа да мекемелерге барсақ та, біз әрдайым маска тағып, қолымызды антисептикпен сүртіп жүреміз. Және де үйге келген кезде де әрдайым қолымызды сабындап жуамыз. Тек сақтық шараларын сақтап қана қоймай, түрлі дәрумендерге толы тағамдар жеу арқылы иммунитетімізді көтерудеміз. Егер отбасымызбен бірге сақтық шараларын сақтап, осы аурумен күресек, біз онда түбегейлі бұл пандемиядан құтыламыз.